Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен муравейник дайындайтын боламын. Менің каналыма тіркеліп, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға еріген сары майымызды немесе маргаринімізді саламыз. Сосын бір ас қасық қаймағымызды, шым-шым тұзымызды, 3 ас қасық қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызды аз-аздан салып отырып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін теңдей 2 бөлікке бөліп салафанға салып, мұздатқышқа, яғни морозильникке жарты немесе 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін үккіштен өткіземіз, немесе мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Қамырымызды үккіштен өткізіп болған соң барлығын бірдей қылып табамызға жайып шығамыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Қамырымыз піскенге дейін біз сгущенкамызды дайындап аламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызға вареный сгущенкамызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің сгущенкамыз дайын, осындай сарғыш қоңыр түстес болады. Қамырымыз пеште пісіп жатқан кезде осылай 1-2 рет араластырып жіберіңіздер, сонда қамырларыңыз біркелкі болып піседі. Қамырымыз суығаннан кейін осылай қасықпен сәл ұсақтап аламыз. Сосын жаңағы дайын болған сгущенкамызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз. Дайын болған муравейникті өз қалаған формаларыңызға келтірсеңіздер болады. Мен осындай рюмканы алып, осының формасындай қылып жасадым. Муравейникті осындай пішінде жасайтын болсаңыздар, рюмканы қолданған сайын салқын сумен жуып отырыңыздар, және салған кезде нығыздап салыңыздар. Сонда муравейник тез оңай түсетін болады. Осымен біздің муравейнигіміз дайын, өз қалауларыңызша жасайын десеңіздер де болады. Жасалуы да, дайындалуы да өте оңай әрі тез, шаймен де керемет ішіледі. Барлықтарыңызға ас болсын.